Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 2 сыныптың математика пәнін бастайтын боламыз. Ол бізде бірінші сабақ математика пәні, 2 сынып, сабақтың тақырыбы 0-ден 10-ға дейінгі сандар, 11-ден 20-ға дейінгі сандар, толық ондықтар, 100 саны. Бұл сабақта сен сандар туралы білетініңді қайталайсың. Жазғы демалыста Әлия мен Сырым лагерьде демалды. Суретке қара және сұрақтарға жауап бер. А есебі. Балалар 2 командаға бөлінді. Бірінші командадағы балалар 12, 14, 16, 18, 20 нөмірлерін тақты. Енді қараңдар, бірден ойлана отырыңдар, бұл қандай сандар? Бұлар жұп сандар, яғни 12, 14 деген. Қандай заңдылықты байқадың? Яғни 2 сан аттап отырған. Арасында бір сан қалып отыр, Мысалы 12 болса 13-ті қалдырғанда 14. 14 болса 15-ті қалдырғанда 16 солай кете берген. Ал егер екінші командадағы балалардың нөмірлері 11 мен 20 арасындағы сандар болса, онда олардың нөмірлері қандай болатынын айт. Міне, олар қараңдар 12, 14, 16, 18, 20 тек жұп сандар тақты, бұл балалар. Енді екінші мына бізге теріс қарап тұрған балалар 11, 13, 15, 17, 19 деген тек тақ сандарды таққан екен, нөмірлері 2 командаға бөлінді. Біз оларды өсу және кему ретімен атайтын болсақ, мысалы 12, 14, 16, 18, 20 ол өсу ретімен аталып тұр. Енді кему ретімен 20, 18, 16, 14, 12. Дәл сол сияқты 11, 13, 15, 17, 19 өсу ретімен, 19, 17, 15, 13, 11 ол кему ретімен айттық, Енді 2 таңбалы сандар ондықтар және бірліктер разрядынан тұрады. Осы сандардағы ондықтар мен бірліктер санын айт. Міне қараңдар, 12 болса 1 ондық 2 бірлік, 14 1 ондық 4 бірлік, 16 1 ондық 6 бірлік, 18 1 ондық 8 бірлік, 20 2 ондық, 11 1 ондық 1 бірлік, 13 1 ондық 3 бірлік, 15 1 ондық 5 бірлік, 17 1 ондық 7 бірлік, 19 1 ондық 9 бірлік екен. Жақсы, келесі. А есебі. Балалар лагерьде маусымның 1-нен 20-сына дейін демалды. Олар ашық және бұлтты күндерді белгілеп отырды. Ашық күндерді білдіретін сандарды өсу ретімен, ал бұлтты күндерді білдіретін сандарды кему ретімен ата. Өте оңай. Қараңдар, ашық күндер дегеніміз күн бейнесі тұрған жерлер, мысалы 1, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20 қаншама ашық күн болған. Енді бұлтты күндерді білдіретін сандарды кему ретімен керісінше жазамыз. 16, 15, 14, 13, 12, 6, 5, 4, 3, 2. Бұлар бұлтты күндер екен. Жақсы, келесі. Б есебі осы бірінші тапсырманың үйірме жұмыстарының басталу уақытын анықты. Яғни біз балалар бірінші сыныпта сендермен сандарды өткен болатынсыңдар, яғни сағатты, яғни уақытты анықтауды, сағатты үйренген болатынсыздар. Міне қазір сол сағат бойынша үйірмелердің уақытын анықтаймыз. Бірінші жүзу үйірмесі 9:00-де, ол таңертеңгі 9:00 деп ойлаймын. Күрес сағат 10-да, таңертеңгі 10-да. Футбол ол бізде 11-де, 12-де гимнастика. Велосипедте жүру ол бізде кешкі 18:00, кешкі 6-да. Теннис кешкі сағат 8:00-де екен, яғни 20:00-де. Бірінші тапсырма бітті, бұл екінші тапсырма. Келе есепті шығар. Спорт жарысына 20 ұл және 30 қыз қатысты. Жарысқа барлығы неше бала қатысты? Бұл енді өте оңай ғой балалар, Бәрінен оңай есеп осы 20 ұл, 30 қыз. Бұл енді міне, екеу барлығы қанша? 20, 30, 90, 50, жарысқа барлығы 50 бала қатысты. Өте оңай. Келесі. Үшінші тапсырма есепте дейді. Міне бұл жерде барлығы балалар қарандар. Үшінші тапсырмада барлығы қарандар. Есептеліп тұр міне. 1 қосу 3 тең 4, 10-нан 7-ні азайтсақ 3, 10-нан 8-ді азайтсақ 2, 6-тан 6-ны азайтсақ 0, 4-ке 5-ті қоссақ 9, 9 бен 7-нің азайтынысы 2-ке тең, 40-қа 10-ды қоссақ 50, 10-ға 80-ді қоссақ 90, 10-нан 3-ті алсақ 7, 60-қа 40-ты қоссақ 100, 70-ке 20-ны қоссақ 90, 100-ден 60-ты алсақ 40, 80-нен 20-ны алсақ 60, 50-ге 30-ты қоссақ 80, 90-нан 60-ты алсақ 30. Міне осылай есептелінеді. Өте оңай. Келесі 4-ші тапсырма, бұл енді салыстыру. Бұл жерде өте оңай, оны да сендер білесіңдер. Салыстырудың біз түрін бірінші сыныпта үйреніп тастаған боларсыңдар. Мысалы, қараңдар, 18 бен 16-ны салыстырамыз, 18 артық, 20 мен 17-ні салыстырамыз, 20 артық, 11 мен 16-ны салыстырамыз, 16 артық. 1 ондық 5 бірліктен
бір ондық 5 бірлік дегеніміз ол 15, 2 ондық дегеніміз ол 20, иә? 20 артық болады. Бір ондық 4 бірлік дегеніміз 14, 16 бірлік дегеніміз ол мысалы 16 артық болады, иә? Келесі 18 бірлік, бір ондық 8 бірлік дейді. Бұл екеуі бір-біріне тең болады. Келесі 12 сантиметр мен 1 дециметр 3 сантиметр. 1 дециметр дегеніміз 10 сантиметр, яғни ол 13, 12 мен 13 салыстырсақ бізде 13 артық болады. 2 дециметр дегеніміз 20, 19 сантиметр, яғни мына жерде 20 артық болады. 20 сантиметр 1 дециметр, 1 дециметр дегеніміз 10 сантиметр, 20 әрине артық болады. Міне балалар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Менімен бірге видеоны тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, менің видеоларым егер сендерге ұнаса лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар. Себебі алдағы уақытта осы математика курсынан мен сендерге 2 және 3 сыныптың толық видеоларын салуға тырысамын. Менімен бірге бұл видеоны көргендеріңе көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.